Бисмилля, ассаламу алейкум, армысыздар ағайын. Алдарыңызда дәрігер Жұмадан Жарқынбекұлы. Бізге бір көрерменіміз пікір қалдырып, полип, яғни өт қалтасының түймешік ауруы қазақша айтқанда. Осы туралы өтінген екен, бұл ауру не, қандай әсері бар, оны операция жасату керек па деген сияқты бізге сұрақтар қойып деген. Бүгін иншалла осы ауру төңірегінде сөз қозғамақпыз. Енді бірінші, ең әуелі бұл аурудың медицинадағы атауы қазақша тілмен айтқанда қалталы сипатындық түймешікті ет өсу ауруы өзгерісі дегенді білдіреді. Жай қарапайым тілмен айтқанда өттің қалтасының бүйірлерінде, сол қуыстарында өсіп шыққан бір түймешік тәріздес ет. Өйткені оның пішіні түймешікке ұқсағандықтан сол түймешік деген атауды қолданады қазақшада. Ауру себептеріне тоқталатын болсақ, көбінесе қазіргі медицина саласында болған нақтылы бір келісімге келген ауру себептері анық емес. Жалпылама айтқанда созылмалы өт қалтасының қабынуы, өтке тас байлану ауру сияқты, одан кейін холестериннің көбеюі деген сияқты көзқарастармен байланыстырады. Енді бұл ауруды УЗИ, яғни ультрадыбыс толқыны аппаратымен тексерген жағдайда жалпысы 4,6% ер адамдар мен 4,3% әйел адамдарда осы ауру байқалған. Енді бұл аурудың түрлеріне келетін болсақ, түрін 5 түрге бөлуге болады. Соның біріншісі холестерин сипатындық түймешік, сосын қабыну сипатындық түймешік, одан кейін безді өспе сипатындық, содан кейін өсу көбею сипатындық, тағы бірісі жаман сипаттағы, яғни рак сипатындағы осы өт қалтасы түймешігі. Енді бұның ішіндегі ең көп кезігетіні холестерин сипатындық өт түймешігі. Бұл 70% осы адамдарда осы түріне жатады. Ал енді бұл енді осы полип пайда болған кісілерде қосымша 60% адамдарда өтінде тас болған жағдай кездескен. Енді бұның ауру белгілері қалай, әрі бұл жаман сипаттағы рак түріне өзгере ма деген сұраққа келетін болсақ, енді әдетте бұның көп ауру белгілері сезіле бермейді. Ешқандай бір ауру белгілер адамда көрінбейді. Ал енді ауру жағдайлары біраз ауырлау пациенттерде жүрек айнуы мүмкін, құсқысы келуі мүмкін, одан кейін іштің үстіңгі тұсы да біраз іш кебу сияқты жағдайлар, сонымен оң жақ қабырғасының асты сыздап ауру деген сияқты өт ауруларына байланысты жалпылама осы ауру белгілері көрінуі мүмкін. Ал енді бұның енді салыстырматын айтатын болса, жаңа 70% адамдарда бұл бірінші түрінде холестериндік сипатындық өт түймешігі дедік. Ал енді қалған 7-8% жаңағы өт полип түрі, яғни өт түймешігі ауруы без өсу сипатындық, без сипатындық осы полипке жатады. Бұл енді без сипатындық полип жақсы сипаттағы, яғни рак түріндегі емес деген көзқараспен соған қатарына жатқызады. Ал енді тағы бір бөлім зерттеушілер бұны рактың алдындағы өзгеріске жатқызады. Әсіресе 60 жастан асқан кісілерде осы без сипатындық өт қалтасы түймешігі болса, онда әрі оның тамыры, яғни үлкендігі 1 сантиметрден асып кетсе, әрі көп қайталанса, онда оған операция жасап алып тастау керек дегенді айтады. Ал енді қалған 4-тен 1-і көбінесе аралас түрдегі өт қалтасы түймешігі немесе өсіп көбею сипатындық, сонымен қатар қабыну сипатындық осы полиптердің түріне жатады.
Бұның енді негізігі ракка өзгеру салыстырмасы 10%-ға жетпейді, 7-8% деп алдында айттық. Дегенмен де төмендегі 4 түрлі жағдай болса, онда оған мән беруге тура келеді. Одан бұрын бұл полип осы байқалған жағдайда жарты жыл немесе 1 жылда сөзсіз УЗИ, яғни ультра дыбыс толқындық аппараттан тексеру өткізіп отыру қажет. Сол кезде, сол аралықта бұл үлкен демеу керек. Жаңағы тамыры 1 сантиметрден кішкене болу керек. Одан кейін үлкен демеген болу керек дедік. Сондай жағдайларда бұны сол аралығын, тексерудің аралығын ұзарта беруге болады. Ал енді егерде бұл бір тал ғана полип болса, яғни көптеп жаңағы өт қалтасының кілегей қабықтарында көп пайда болған болса жаңағы полипші, онда ол көбінесе холестериндік сипатындық полиптің түріне жатқызуға болады. Оған алаңдаудың қажеті жоқ, оны тек күзетуге ғана болады. Ал енді бір тал ғана полип болса, одан кейін тамыры, яғни бұның диаметрі 1 сантиметрден асып кетсе, одан кейін көп мазалас адамда ауыр белгілерін тудырса, одан кейін 1 жылдың ішінде бұл тез өсіп жалғас түрде өсу пайда болған болса, онда бұған сақтануға тура келеді. Әрі өзі сол әулеттің тұқымында осы өт қалтасы рагымен ауырған осындай тұқым қуалайтын жағдайлары болса, онда мән беруге тура келеді. Жоғарыда айтқанымызда 60 жастарға асқан кісілерде 5 сипатындық полип болса, оны кесіп алып тастауға, немесе жоғарыдағы 4 түрлі жағдайға кіретін кісілерде көбінесе бұны кесіп алып тастауға кеңес беріледі. Әрине бұл жерде өтті бірақ алып тастауға тура келеді. Дегенмен бұл берілетін кеңес оны күзетуге әбден болады. Ал енді бұның алдын қалай алуға болады деген кезде, қазір нақтылы 100% бұған алдын алатын бір әдіс амал қазірге әлі табылған жоқ. Дегенмен де холестериннің қабылдауын азайту арқылы, сонымен қатар суды көп ішу арқылы бұның алдын алуға біраз мүмкіндіктер бар. Өйткені суды көп ішкен жағдайда өт сұйықтығы сұйықтанады, қоюланудың алдын алады. Ал енді бұл қоюланудың алдын алады деген сөзіміз алдында айтқанымызда бұның көп 60-70% осы холестериндік сипатындық өт қалтасы түймешігі дедік. Сондықтан да бұл өт қоюланған жағдайда жаңағы өт сұйықтығының құрамындағы холестерин кристалданып, өт қалтасының сол қуыстарына жабысып, жиналып, сол жерде ет өсіп шығады. Сондықтан да бұл су ішіп, өт сұйықтың сұйылту арқылы бұның алдын алуға болады деген қағидасы солай. Ал енді холестеринді аз тұтыну, әрине холестерин сол өт сұйықтығының құрамында көп болғандықтан, оны азайту арқылы да сол алдын алуға болады дегенге сәйкес келеді. Егерде осы видеомызды тағы да түсінбеген жерлеріңіз болса, астына комментарий жазыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Біз тағы да сіздерге толыққанды түсіндіруге, сол комментарий арқылы жауап беруге тырысамыз. Ағайын, біздің видеомызға міндетті түрде лайк басыңыз. Сіздердің лайк басқандарыңыздың біздің жұмыстарымызды қолдағаныңыз болып табылады. Әрі қазақ тіліндегі медициналық арнамыздың дамуы үшін өздеріңіздің бір кісілік үлестеріңізді қосқаныңыз болады. Сонымен қатар, егерде сіз көріп отырған, сіз осы біздің видеом каналымызға тіркелмеген болсаңыз, онда біздің астындағы қоңыраушаны басып, біздің тұрақты көрерменіміз бола аласыз. Сосын бұл видеоны тек өзіңіз ғана көріп қана қоймай, бүкіл әлеуметтік желілерде, Instagram, Facebook, сол сияқты өзіңіздің туыс туған, көрші қолаң, дос жаран, таныс біліс, құда жекжат 60-70-ге дейін бөлісіп таратыңыздар. Білімді бөліссеңіздер көбейеді. Соны ұмытпаңыздар. Ағайын, бүгінге осы тағы да қандай бір медициналық кеңес алғыларыңыз келсе, немесе бір аурулар туралы құнды ақпарат белгілеріңіз келсе, бізге хабарласыңыздар. Біз вақтылы сіздерге сауатты
кеңес беруге, лекция айтуға тырысамыз иншалла. Ауырмаңыз ағайын, келесі эфирде кездескенше күн жақсы болғай.